Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Сандуғаш арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен компоттың дайындалу әдісімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттардың барлығын описание бөлімінде қалдыратын боламын. Алдымен шиемізді жақсылап жуып аламыз. 2-3 рет жуып, ішіндегі шөптерін барлығын тазалап алатын боламыз. Жуып дайындалған банкаларымызға өрікті, алшаны, шиені және алманы бөліп салып алатын боламыз. Барлығына бір келкі етіп, бірдей етіп бөліп саламыз. Бөліп салып алғаннан кейін олардың үстіне қайнаған суымызды құйып, жарты сағат 45 минутқа қойып қоятын боламыз. Ол суымыз, компотымыз жылығаннан кейін оны қайтадан қазанға салып, оның ішіне шекерін бір келкі етіп, компотымыз бір келкі әдемі болып шығу үшін осы қайнап жатқан кезінде шекерді салатын боламыз. Жақсылап қайнағаннан кейін банкаларға құйып, аузын бұрап жауып қоятын боламыз. Жаз айларында жасап көрулеріңізді сұраймын. Видеом ұнаса лайк басыңыздар.